Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге етсіз котлет жасап көрсетемін. Етсіз тамақ жемейтін адамда бұны жеп етінің жоқ екенін білмей қалады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Керек болатын заттар: овсяные хлопья, 2 картошка, 1 пияз және 1 стакан қайнаған су. Осы овсяные хлопьяны мен сияқты блендерден өткізіп турасаңыз болады. Турамай да жасай беруге болады. Мен блендер болғаннан кейін турап жасап көрейін дедім. Осылай салып өткізіп алдым. Хлопьяны бір ыдысқа салып, жәнегі 200 миллиграмм қайнаған суды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Су аз деп су қоспаңыздар. Өйткені пияз майдалаймыз, су шығады, және картошканы теркадан өткіземіз. Қара бұрыш, тұз қосамыз. Бәрін араластырып, котлета жасаймыз. Он штук котлет жасадым. Котлеттерімізді майға қуырамыз. Салып мен 7 минут бір жағын қақпағын жауып, бір жағын қуырдым. Сосын ауыстырамыз екінші жағын. Сонда котлетіміз дайын болады. Әдемі боп шығады екен. Екінші жағын қуырамыз, қақпағын жауып, 5-7 минут қуырамыз. Осы етсіз котлет арықтайым дегендерге, ет жемейтіндерге,
Жоқ, ет біткен кезде де осындай котлет дайындауға болады. Ал мінекей қараңыздар, котлеттеріміз дайын болды. Иісі де керемет, дәмі де етке ұқсайды екен. Жасап көріңіздер.